Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Бауырсақ дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жүрмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен қант, тұз, дрожжымызды салып, жылы су құйып, жақсылап араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жылы су құйып, араластырамыз. Араластырып алып, қаймағымызды салып, тағы да бір қалыпты болғанша араластырамыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр болғанша илеп аламыз. Қамырымызды илеп алып, 2 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жұқалау жайып, формасына доңғалақ қып, 4-5 тығып кесіп алып, қызып тұрған майға 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Бауырсағымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жүрмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.